Жабайы табиғатта қауіп көп, алайда заң жоқ. Үкім шығаратын сот та жоқ, тек инстинкт бар. Табиғаттан берілген түйсік. Сол түйсік аң екеш аңды да баласын қорғауға, мейірімді болуға, төліне жауыздық жасамауға итермелейді. Бұл хайуанаттар әлемі. Ал мынау біздің қоғам. Заң бар, сот бар, ең бастысы хайуаннан биік қойған ақыл мен сана бар. Болу керек еді. Бірақ баласын байлап қойып сабаған ананы да, туған қызын зорлаған әкені де көз көріп құлақ естіп жүр. Жетімін жылатпаған ел едік. Бауыр еті баласын қинаған қоғамға айналғанымыз қалай? Елде бала құқығы ұғымы күн тәртібінен түспес отты мәселе болуына не себеп? Алдын алу, тез жүйе неге салдарымен күресіп әлек? Жуырда үкімет Қазақстан балалары тұжырымдамасын қабылдады. Не өзгереді? Балаларымызды қалай қорғаймыз? Бүгін осы мәселенің түйінін тарқатуға тырысамыз. Армысыздар. Өткен жылы елімізде бала құқығын бұзу бойынша 171 дерек тіркелген. Бұл анықталғаны, айтылмағаны қаншама. Бұлай күмәндануым бекер емес. Өткен жылы ЮНИСЕФ ұйымының сараптамалық есебі шықты. Бұл өте маңызды құжат. Құр статистика емес, Қазақстандағы балаларды қорғау жүйесінің нақты диагнозы. Халықаралық ұйымның зерттеуі бойынша елімізде бала құқығы ресми деректерде көрсетілгеннен әлде қайда жиі бұзылады. Көптеген жағдайлар тіркелмейді. Балалар қорқады. Ал жүйе көбіне болар болып, бояуы сіңгеннен кейін ғана әрекет етеді. Жүйе ғана емес, біз қоғамда әрі кетсе 2 күн шулаймыз, айыптаймыз, сосын ұмытамыз. Апта басында Тараз қаласында баласын аяусыз ұрған әйелдің видеосы тарады. Полиция кінәліні ұстады. Балалар оңалту орталығына жіберілді, дейді құзырлы органдар. Бүлдіршіндердің бүгінгі жағдайын білмекке Жамбыл облысына бардық. Бейнематериалға кезек берейік. Үміт Бөбек үйіне кеп тұрмыз. Енді қазір осы мекеменің жұмысымен және де ішіндегі тәрбие еткен балалардың жағдайымен танысатын боламыз. Қаңтар күні болған оқиға бойынша 2 бала осы Бөбек үйіне орналастырылған. А есімді келіншекті жаңағы ата-ана құқығынан айыру бойынша құжаттарды сотқа тапсыру жүктелінді. Балалардың келген кездегі эмоционалдық жағдайы өте төмен. Қыз бала жас ерекшелігіне байланысты бөбектер тез үйреніскенмен, кіші балада эмоционалдық күйзеліс пайда болды. Қасына ересек адам келсе, ол баланы қысқаша айтқанда ұрып жіберетін секілді балада үрей болды. Ең алғашқы психологиялық көмек көрсету барысында балалардың ешқандай зейіні болған жоқ. Зейіндері өте шашыраңқы және үрей, бойларында өте үлкен үрей болыпты. Балалардың қазіргі топқа белсенділігі, топтағы балалармен ауызбіршілігі өте жақсы, тәбеттері орынды. Балалар топтағы балалармен бірге бірлесіп ойнауға бейім, медициналық қолдауларға, психологиялық қолдауларға және де балалар педиатрының көмегі арқылы біз балалардың жағдайын жақсартудамыз. Бұл бала ертең өспей ме, көкейімізді теспей ме? Айналасындағы ащы шындық есейгенде бүлдіршіндердің көкірегінде ащы запыран болып қалар анық. Балаларымызды қорғаймыз деп елде 111 жедел қызметін іске қостық. Мақсаты әйелдер мен балалардың құқығын қорғау, жедел көмек көрсету. Осы 111 байланыс нөміріне өткен жылы 125 мың бала хабарласыпты. Олар не дейді? Қандай көмек сұрайды? Қандай жағдайға тап болған? Сюжеттен көрейік. Сәлеметсіз бе, 111 байланыс орталығы, отбасы әйелдер бала құқықтары жөніндегі мемлекеттік байланыс орталығы. Мен сізді тыңдап тұрмын. 2024 жылы 17 мыңнан аса қоңырау түсті, а 2025 жылы 124 600 қоңырау.
осыдан білуімізге болады статистиканың қанша есеге өскенін. Аяғың ауыр, мама папа білмейді. Қанша болды сұрағың? Баланы алып тастайын дейсің ба сен? Көп қоңырау шалып сұрайтын бірінші жасөспірімдер зорлық-зомбылық көрген, психологиялық көмек сұрайды, және де ақпараттық көмек. Мысал ретінде бір оқиғаны айтып беруге болады. Биыл осы Қазақстанның бір мектептерінің ішінде 9 сынып оқушысы сол өзінің сыныбында әр баладан 500 теңгеден жиып отырған. Ол балалар ата-аналарына айтқан, ата-аналардан кейін мектеп басшыларына айтқан, ешқандай нәтиже болмағаннан кейін бізге 111 байланыс орталығына хабарласады. Мамандар тез арада шұғыл құзырлы органдарға хабарлады. Нәтижесінде оның ата-анасына айыппұл салынды, ал бала ол мектепте оқи алмай басқа мектепке ауысып кетті. Ата-аналар және де жасөспірімдер күндіз түні тәулік бойы зорлық-зомбылыққа тап болған жағдайда және де қиын жағдайға тап болған жағдайда тәулік бойы бізге 111 байланыс орталығына қоңырау шалуларыңызға болады. Біз міндетті түрде сіздерге тәулік бойы көмек көрсетуге дайынбыз. Ата-аналар мен жасөспірімдердің құпиялы түрде ұстауына біз кепілдік береміз. Бізде де сауал көп. Жауабын алу мақсатында студиямызға барлық қазақстандық балалардың қорғаны болып жүрген тұлға, еліміздегі балалар құқығын қорғау бойынша уәкіл Динара Закиеваны шақырдық. Динара Болатқызы, студиямызға қош келдіңіз. Мемлекет басшысының тапсырмасымен Қазақстан балалар бағдарламасы қабылданды. Бұл не құжат, оның негізгі бағыттарымен бөлісіп берсеңіз? Көп рахмет. Қазақстан балалары бағдарламасы мемлекет басшысының тапсырмасымен әзірленді және қабылданды. Бұл бағдарламасының аясында біріншіден балалардың құқықтарын қамтамасыз ету бойынша барлық механизмдер біріктірілді. Атап айтқанда әлеуметтік қорғау, денсаулық сақтау, білім беру, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша барлық механизмдер көрсетілген. Екіншіден, өзекті мәселелерге қатысты нақты жоспар құрылды. Бұл жоспарда 158 нақты қадам қарастырылған және 1 триллионнан астам қаражат қарастырылған. Нақты шараларға келсек, мысалы, әлеуметтік қорғау, білім беру, денсаулық сақтау салаларына қатысты шаралардың арасында біріншіден 10 ауруханасын ашу, 9 перинаталдық орталығын ашу, 19 оңалту орталығын ашу. Атап өту керек, соңғы жылдары балаларға, ерекше қажеттіліктері бар балаларға арналған жалпы 54 оңалту орталық ашылды. Сонымен қатар барлық ауруханаларға заманауи жабдықтарды қамтамасыз ету. Себебі, мысалы, қазіргі таңда 9 өңірде балаларға арналған ауруханаларда МРТ жоқ. Екіншіден, осы Қазақстан балалары бағдарламасының аясында барлық балаларға автобуспен тегін жүруді осындай шара көзделген. Қазіргі таңда 13 өңір қолдады. Сонымен қатар аз қамтылған отбасыларға, ерекше қажеттіліктері бар балаларға әлеуметтік қорғау жүйесін қайта қарау, балалардың жағдайын жақсарту үшін іс-шаралар көзделген. Үшіншіден, осы бағдарламасының аясында балалардың қауіпсіздігіне қатысты нақты 82 іс-шара көзделген. Атап өту керек, президент тапсырмасымен осы салада соңғы жылдары өте маңызды реформалар және заңдар қабылданды. Мысалы, тек қана осы 2 жылдың ішінде 10 заң қабылданды. Атап айтқанда, алдын алуға қатысты механизмдер енгізілді, балаларға көмек көрсететін, отбасыларға көмек көрсететін инфрақұрылым құрылуда, отбасын қолдау орталықтар, психологиялық қолдау орталықтар. Сонымен қатар 111 мемлекеттік сенім телефоны ашылды. Барлық өңірлерде балаларға арналған акиматтардың шеңберінде басқармалар ашылуда және зорлық-зомбылықтың барлық түрлеріне жаза қатаңдатылды. Бірақ осы салада да қазіргі таңда мәселелер бар. Сол себептен қолданыстағы механизмдерді жетілдіру үшін
және өзекті мәселелерді шешу үшін осы бағдарламада нақты шаралар көзделген. Енді ЮНИСЕФ өзінің бұрынғы жылдардағы талдауында біздің елде трагедиядан кейін ғана бір әрекет ету болады деп өздері айтқан. Дәл осы жерде айта кету керек, Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының арнаулы өкілі Қазақстанның бастамасын жоғары бағалады, яғни Қазақстан балалары ұлттық бағдарламасының қабылдануы Қазақстанның әрбір балаға қамқорлық көрсету жолындағы берік ұстанымы мен көшбасшылығының айқын көрінісі деп жауап қатты. Бұл да бір жақсы белгі деп ойлаймын, бірақ дегенмен де өткен аптада Жетісу, Жамбыл облысында ата-аналардың өз балаларын ұрып соғу фактілері тіркелді. Күнде бір осындай оқиғаны естіп көріп жатамыз. Неге осы оқиғалар көбейіп кетті? Болмаса нақты қазір қандай механизмдер жұмыс жасап жатыр осыны алдын алуға? Өкінішке қарай, қазіргі таңда күнде балаларға қарсы жасалған қылмыстарға, зорлық-зомбылыққа, нақты қылмыстарға қатысты 5 факт тіркеледі. Және осы қылмыстардың арасында 60-70% ата-аналар, бірге тұратын адамдар осы қылмыстарды жасайды. Сол себептен осы қылмыстарды анықтау және алдын алу өте қиын. Себебі осы қылмыстар үйде жасалады. Осыған орай мемлекет басшысының тапсырмасымен қабылданған заңдарға сәйкес мен атап өткендей профилактикаға қатысты, алдын алуға қатысты бірнеше механизмдер енгізілді. Сонымен қатар әр ауданда отбасын қолдау орталықтары ашылды. Қазіргі таңда 131 орталық ашылды. Сонымен қатар зорлық-зомбылықтың барлық түрлеріне жаза қатаңдатылды. Мысалы, барлық өңірлерде мобильдік топтар ашылды. Былтыр мобильдік топтар қиын жағдайда қолайсыздыққа тұратын отбасыларды анықтады және отбасын қолдау орталықтарға жолдады. Қазіргі таңда осы орталықтар бұл отбасылармен жұмыс істейді, көмек көрсетеді, құқықтық, психологиялық, әлеуметтік. Сонымен қатар мемлекеттік сенім телефоны ашылды 111 және барлық мектептерде QR 111 орналастырды. Осылайша әр түрлі жолдар арқылы біз осындай фактілерді анықтаймыз. Сонымен қатар алдын алуға қатысты жұмыстарды жүргіземіз. Үшіншіден, қазіргі таңда мектептерде психологтар зорлық-зомбылықты анықтау үшін арнайы диагностиканы жүргізеді. Нәтижесінде осылайша алдын алу жұмыстарының аясында 29 мың ата-ана жауапкершілікке тартылды. Мысалы, 2024 жылы 19 мың ата-ана жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар 1126 ата-ана былтыр құқығынан айырылды. 661 ата-аналардың құқықтары шектелді. Атап өту керек, аса ауыр және ауыр қылмыстардың саны, балаларға қарсы жасалған қылмыстардың саны азайды. Мысалы, 99-шы бап бойынша 10%-ға азайды. Сонымен қатар 106-шы баптың 3-ші бөлім бойынша қылмыстардың саны 54%-ға азайды. Бірақ әрине бұл бағытта жұмысты жүргізу керек және осы механизмдерді жетілдіру керек. Сол себептен Қазақстан балалары бағдарламасының аясында осы механизмдерді жетілдіру үшін, мысалы, мамандарды оқыту, мамандарды қолдау, сонымен қатар олардың жұмысына стандарттарды енгізу үшін нақты шаралар көзделген. Нақтылап айтсақ, мысалы, опека мамандарының және психологтардың жалақылары көтеріледі. Және психологтардың жұмысына оқу процесіне, балалардың оқу процесіне психолог сағаты енгізіледі. Осылайша психологтар балалармен жеке-жеке жұмыс істейді. Динара Болатқызы, қалай десек те елімізде құқығы бұзылған бала да, құқық бұзған баланың да саны азаймай тұр. Осы бағдарламаға дайындық барысында біз Алматыдағы балалар колониясына арнайы барып, бір жасөспіріммен тілдескен едік. Сұхбатымызды осы жерден үзіп, экранға назар аударайық. Қазақстан Республикасының 193 бабының 2-ші тармағымен сотталған. Есімім Ансар болады. Жасым 17-де. Мен толыққанды отбасыда дүниеге келгем. Кейіннен әке-шешем ажырасқан. Әке-шешем ажырасқан себептері үйде күнде жанжал болатын, түсініспеушілік,
қызғаныш. Әкем 15 күнге уақытта кетеді жұмысқа. Сол кезде мамамен қалған кезде мама өз шаруамен кетіп қалатын үйде. Үйде көбінесе болмайтын. Апам екеуміз болатынбыз. Мектепте тұрған кезде де мамалармен бәрі тұрады, мама папалармен. Мен жалғыз сұрап тұратын едім сол кезде, жылап үйде. Мамаға өкінішімді айтатын едім. Мама сол кезде уақыт болмайтын маған, внимание бермей, мән бермейтін вообще. Мен оқиғам балдардан ақша қысу, вымогательство, гопстop және де айтқан кезде буллинг. Күніне балдардан 5-10 мың, 20 мың, анда-санда 100 мың алып кететін, балдар ұрып соғып. Жаман балдармен жаман ортаға қосылдым. Бір түсінгенім, буллинг ол мықтылық емес, буллинг ол әлсіздік қой. Динар Болатқызы, өзіміз естігеніміздей, енді кейіпкеріміз өзі де айтып отыр, иә? Жасаған қылмысының түбінде негізінде мына әлімжеттік көрсету, яғни қатарластарына, қазіргі тілмен айтқанда буллинг. Бұл оқу орындарында көп орын алады, иә? Осы ретте Қазақстан балалары бағдарламасында қауіпсіздік жүйесін жетілдіру шаралары қарастырылған. Осы жағын ашып айтып берсеңіз, яғни мектептегі бейне камералар бұрыннан да бар. Олар толықтырыла ма, саны көбейтіле ме, тағы да қандай механизмдер енгізіледі? Жалпы балалар арасындағы қылмыстар өте өзекті мәселе. Қылмыстарға келсек, мысалы, былтыр қылмыстардың саны 30%-ға өсті. Оның ішінде қылмыстардың ішінде 70% қаржы мәселелеріне қатысты және 20% жеке тұлғаға қарсы жасалған қылмыс. Ал осы қылмыстар буллингтен бастайды. Сол себептен буллингпен жұмыс жасау үшін, алдын алу үшін қазіргі таңда мектептерде дос болайық бағдарламасы енгізілді және адал азамат бағдарламасы енгізілді. Бұл бағдарламаның мақсаты балалардың бойына дұрыс құндылықтарды дәріптеу. Сонымен қатар, мысалы, Талғар облысында заң және тәртіп жоба жүргізілуде. Бұл жобаның аясында полицияда, прокуратурада бұрын жұмыс істеген мамандар балаларға заң туралы айтады, олармен жеке жұмыс жүргізеді. Енді Қазақстан балалары бағдарламасы бойынша осы жоба барлық мектептерге енгізілетін болады. Сонымен жалпы балалардың қауіпсіздігіне қатысты Қазақстан балалары бағдарламасы аясында мен атап өткендей 82 нақты шара көзделген. 39 бағыт бойынша. Оның ішінде балалары еңбегі, ерте жүктілік, зорлық зомбылық, балалар арасындағы буллинг және қылмыстар, сонымен қатар мигрант балалардың құқықтары. Осылайша, мысалы, балалардың арасындағы буллингке келсек, заң және тәртіп жобасы жүзеге асырылады. Сонымен қатар барлық мектептерде осы камераларға нақты арнайы бағдарлама енгізіледі. Бұл бейне бағдарлама арқылы балалар арасындағы агрессия анықталады. Сол себептен осындайда жасанды интеллект арқылы осындай агрессия анықталады және бұл балалармен жеке жұмыс жүргізіледі. Сонымен қатар, мен атап өткендей, барлық өңірлерде балалардың құқықтарын қорғауға қатысты басқармалар ашылатын болады. Бұл басқармаларда кейс-менеджерлер болады. Кейс-менеджерлер осындай балалармен жеке жоспар құрып, жеке жұмыс жасайды. Енді мынау қазіргі балалардың психоэмоциялық жағдайы да осал сала секілді. Одан қалды мектептегі психологтардың жұмысына да сын айтылады, көбіне формалды түрде жүргізеді дейді. Өзіңіз де бағана осы мектеп психологтары туралы айтып кеттіңіз. Осы жалпы бұл салада жұмыс қалай реттелуде? Жалпы психоэмоционалдық мәселе әлемде және Қазақстанда өзекті мәселелердің бірі. Бұл бағытта жүйелі түрде жұмыс істеу үшін былтыр барлық өңірлерде психологиялық қолдау орталықтары ашылды және суицидтік көңіл күйді, зорлық зомбылықты және буллингті анықтау үшін арнайы бағдарлама енгізілді. Бұл бағдарламада 23 диагностикалық тәсіл көзделген. Мысалы, бұрын 8 өңірде ешқандай бағдарлама болмады. Психологтар интернет
диагностикаларды алып, балалармен жұмыс жүргізді. 8 өңірде жеке жергілікті бағдарлама болды. Осылайша республика бойынша бірыңғай тәсіл болмаған. Сол себептен қазіргі таңда психологиялық қолдау орталықтар мектептердегі психологтармен жеке жұмыс істеп, әдістемелік көмек көрсетіп, зорлық зомбылықты, суицидтік көңіл күйді және буллингті анықтау үшін және балалармен жұмыс жүргізу үшін осы жұмысты ұйымдастырып жатыр. Сонымен қатар мені атап өткендей барлық мектептерде QR 111 орналастырылды. Мысалы балалардың қауіпсіздігіне қатысты бұл жылдың ішінде 7 мыңға жуық өтініш келді. Оның ішінде суицидтік көңіл күйге келсек, 42 суицидтің алдын алды. Бірақ әрине осы салада да қазіргі таңда мәселелер бар. Кейбір мектептерде 1,5 мың балаға тек қана бір психолог бар. Ол өте қиын. Әрине сол себептен Қазақстан балалары бағдарламасының аясында бұл бағытта әртүрлі шаралар көзделген. Біріншіден әрине психологтардың жұмысының сапасын арттыру үшін және жалпы психологтарды осы жұмысқа тарту үшін жалақылар көтеріледі. Сонымен қатар оқу процесіне психолог сағаты енгізіледі. Осылайша психологтарға жалпы жағдай жасалады. Қалай ойлайсыз, сіздің жеке пікіріңіз? Осы бізде ата-аналар өз балаларын психологқа апару, психологқа бару, бұл ешқандай да әбестік емес деген бір ұғымды, мәдениетті қалыптастыру үшін не керек деп ойлайсыз? Не жетпейді бізге? Өте жақсы сұрақ. Себебі балалар арасында суицидтердің фактілерінің арасында 60% ата-аналармен қарым-қатынаспен байланысты. Қоштасу хаттамаларда балалар сен мені ұрып соқтың, маған ауыр сөзді айттың, өкінішпен кетеді. Сол себептен әрине біріншіден ата-аналармен жұмыс жүргізу керек. Олардың жауапкершілігін тарту керек, арттыру керек. Сол себептен Қазақстан балалары бағдарламасының аясында ата-аналардың жауапкершілігін арттыру үшін арнайы курс әзірленеді және осы курсты әр ата-ана өту үшін тәсілдер қабылданатын болады. Екіншіден, әрине мектептегі психологтар ата-аналармен жұмыс жүргізу керек. Сол себептен осы бағдарламасының аясында әр ата-анаға бір айдың ішінде 3 сағатын мектепке бару үшін, жиналыста қатысу үшін сағат беріледі. 3 сағат беріледі. Әртүрлі шаралар көзделген бұл бағытта, себебі балалардың қауіпсіздігі әрине ата-аналармен тікелей байланысты. Динар Болатқызы, кейіпкеріміз Аңсарға қайтадан оралайықшы. Бұл бала шатқаяқтап, басын тау-тасқа ұрып жүрген кезде қасында бір ақыл айтып, кеңес беретін бір адам табылмаған. Әттеген-ай, егер де бір демеу болғанда бұлай болмас еді. Өз айтсын. Бірге тыңдайық. Сол үйде көп болмайтын. Қалада жүріп, балдардың қасына шешеммен көмек сұрағам, бірақ шешем дым көмекті салмады. Даладан жолық іздейтін ма? Сол бөлінектің іс-әрекеті осы. Мүмкіндік берілсе, сабағымды дұрыстап оқып, әкемді тыңдап, апама көмектесіп, балдармен ешқайсымен жанжалдасып, қырылыспайтын едім. Болашаққа жоспарым. Осы жақта ПТШ меңгеріп жүрмін, шаштараз маманы. Сол шаштараз маманы диплом алып, болашақта өзіме шаштараз салон ашсам ба деп. Әкеме көмектесіп, кредиттен жауып, машина алып беріп. Динара Болатқызы, осы бір баланың оқиғасы арқылы біз ата-аналарға, қоғамға ой салғымыз келеді. Біздің немқұрайлығымыздың салдары бір баланың тағдырын талқан етті. Осыншама ересек адамның ортасында жүріп, ешқандай да бір қолдау, көмек таппағаны шынымен де ойландыратын мәселе. Енді сұхбатымызға қайтадан оралайық. Білуімше, әр өңірде қазір осы бала құқықтарын қорғау жөніндегі басқармалар ашылуда. Бұл басқармалардың жұмысы, міндеті, мақсаты қандай, соны ашып айтып берсеңіз. Жалпы өткен жылдың сәуір айында үкімет барлық
өңірлерде балалардың құқықтарын қорғау басқармаларын ашу үшін осы шешімді қолдады. Жалпы осы қолдау табу үшін біз 1 жыл бойы жұмыс істедік. Сонымен қатар өте маңызды бір маманға 5000 бала норматив енгізілді. Атап айтқанда, мысалы, бұрын бір облыста 19 маман жұмыс жүргізсе, қазіргі таңда 190 маман жұмыс жүргізеді. Бұл өте маңызды. Осылайша қазіргі таңда енді осы балалармен, қиын жағдайда тұратын балалармен, қолайсыздықта тұратын балалармен жеке жұмыс жүргізілетін болады. Нәтижесінде осы мамандарды білім беру саласынан шығарып, арнайы балалардың құқықтарын қорғау басқармалар құрылатын болады. Жалпы осы жылдың наурыз айына дейін барлық өңірлерде осы басқармалар болу керек. Жақында заңмен балалардың құқықтарын қорғау басқармаларына қатысты функциялар, мәртебесі және тіпті мамандарға қатысты формасы да заңмен бекітілді. Функцияларға келсек, біріншіден балалардың құқықтарын қорғау басқармалар балалардың құқықтарын қамтамасыз ету бойынша жұмысын үйлестіреді. Сонымен қатар профилактикаға қатысты барлық бағдарламаларды жүзеге асырады. Сонымен қатар қиын жағдайда, қолайсыздықта психологтардың, әлеуметтік педагогтардың тізімде тұратын балалармен жеке жұмыс жүргізеді. Тіпті 6 айдың ішінде 1 рет олардың үйіне бару керек деп жазылған заңда. Сонымен қатар барлық профилактикаға қатысты субъектілермен жұмысты жүргізеді. Атап айтқанда білім беру, денсаулық сақтау және полициямен бірге жұмыс жасайды. Сонымен қатар балаларға арналған мекемелерді аралайды, мониторинг жасайды, олардың құқықтары бұзылса нақты шараларды жүргізеді. Сонымен қатар жалпы балалардың мәселелерімен айналысады. Атап өту керек, бұрын өңірлерде, акиматтарда балалармен жұмыс жасайдың ешқандай буын, ешқандай басқарма болған жоқ. Сол себептен осы шешім барлық өңірлерде балалардың құқықтарын қорғау жүйесін нақты құрайды. Енді өз баласын аяусыз ұрған әйел де, қызын зорлаған әке де осы қоғам мүшесі. Айтуға аузым бармайды, бірақ бұндай жағдайлар күнде тіркелуде. Бұл дерттің атауы бар ма? Біз қай жерден шалыспастық? Мүмкін рухани аштық шығар. Дұрыс айтасыз. Жалпы әрине балалардың қауіпсіздігі, олардың әл-ауқаты тікелей ата-аналардың жауапкершілігімен, сана сезіммен байланысты. Әрине бұл бағытта дұрыс жұмыс десек, біріншіден бала кезінен бастап әр балаға дұрыс құндылықтарды дәріптеу керек. Жеке тұлғаға, ал бала ол жеке тұлға, қолды көтермеу керек. Баламен сөйлесу керек, балаларға назар аудару керек. Мысалы, қылмыстарға да келсек, суицидтерге келсек, ең бастысы балалармен жақсы қарым-қатынасты үйлестіру керек, қалыптасу керек. Себебі балалар қазіргі таңда күнде интернеттен, мектептерден әр түрлі жағдайлармен кездеседі. Бірақ үйде қауіпсіздік орта болса, олар ешқандай жаман жағдайға кірмейді. Динара Болатқызы, тығыз жұмыс кестеңізге қарамастан біздің студияға келіп сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көп рахмет. Барлық қазақстандық балалардың балғын, балалық шағы жарқын болсын деген тілек. Көп рахмет сізге. Өткен жылғы деректерге сүйенсек, елімізде 7 миллионға жуық бала бар. Бұл жалпы халық санының 34%-ын құрайды. Кейінгі 10 жылда балалар саны 1,5 миллионға артқан. Демек, демографиялық өсім байқалады. Бала болашағымыз дегенді жиі айтамыз. Ендеше бала тәрбиесіне салғырттық таныту, болашаққа немқұрайлы қараумен тең. Баланы қорғау мемлекеттің міндеті дегенде, сол мемлекет сізбен біз екенін естен шығармаған дұрыс. Қорқынышы мен үрейін айтып келгенде, мектептегі психолог мән берсе, шағымданғанда полиция құлақ асса, бүлініп
қылық шығарғанда ата-ана бетінен қақпаса, бала қорғансыз болмайды. Бұл тақырып алда әлі де біздің назарымызда болады. Әзірге осы аптаның түйіні осындай. Бізді әр жұма сағат 21:30-да 24 KZ арнасынан көріңіздер.